жаңалықтарыңыз бар. Қатты сөйлейін десем абырой жоқ. Кешкі тамақта әлі берген жоқпыз. Қазанға салған ет піспей жатыр. Қамырды жайып қойып, FIFA-фадан естіп, жаңа келіп бір разведка жасап, бір жүріп өткен, енді келсе точно бір боқтайды, одан кейін келсе бір көзім көгерейін деп отыр. Енді үйде емес, жұмыста жүргеннен кейін кешке таман келіп, тамақ істеген әйелдің сиқы осы болады да. Кейбір пысық қатындар азанда істеп кетеді екен ғой, тамағын ойпырмай. Бір екі рет көрдік, одан кейін тегі шыны керек, мен оны істей алмадым. Бірақ пысық көп, пысық болғанда да біздің елдің қатындары пысық болып жатыр ғой, туып жатыр екен. Халықтың саны көбейіп жатыр екен. Қуаныштымыз. Рекордтық көрсеткішке жетіп жатыр. Карантиннің де жақсы жағы болыпты ғой. Байғұстар бір-бірін көрмей жүр екен да. Не еркек, не әйел үйде тұрмайтын болғаны ғой. Қарамайсыз ба, карантиннің кесіріне үйде болып, мінекей. Нәтиже жақсы. Енді тағы бір карантин болып, бір 20 миллионға жетіп аламыз ба деп қиялдап қойдым. Бірақ бет аулақ енді, ондай карантиннің керегі жоқ. Онсыз да біз енді бір-бірін танып қалған шығар, онсыз да көбейетін шығармыз. Қуанып отырмын. Былай қарасаң да екі қабат, былай қарасаң да екі қабат әйелдер көбе. Қарап жүрген мен ақ па деймін. Құдайға шүкір, аман есен босанып алсын, көбейе берсін. Балалардың саны көбейіп жатыр. Ұл бала туып жатқандардың саны көбейіп жатыр. Жақсылықтың нышаны, халықтың саны көбейсін. Біз мемлекет үшін тағы да не істей аламыз деп айтқым келіп отырмын. Қарамайсыз ба? Бірақ қорқасың. Оны да жақында бізден сұраңдар деп бәле қылады. Отырайық тыныш. Амансыздар, қалай жағдайларыңыз? Не істеп жатсыздар? Бізде осы жаурағанда ішетін шай, қонақ келгенде ішетін шайдан айырмасы. Не әңгіме айтайын, кем ұлықтар? Не осы? Жағаласың? Екі қабаттылас барды күшті шардар. Ұлма қыз ба білетінсің, жарғым келші. Ең сен сол шарғырар екен деп тағы бір өнді оғалайық. Не білем ол? Ойбай, шығармайтын да шығай. Қазір ана әйелдер екі қабат болып, оны ана айта сағаннан көрі шардың ішіне сақпаған қызық болып жатыр. Шар үрлеп ішіне сақ қойды екен. Көк деген ол, қыз деген жаңағы қызыл ма? Қызыл екен. Сөйтіп шарды әлемі мына қойып, соны жаңа әкесі кеп жарады екен, сол көзді біледі екен ғой, жаңа ұл ма, қыз ба. Күлесің енді бар ғой. Бірақ ертең осындай оқап істеп жатсаң тағы ят болады ғой, Құдай-ау. Бұны Құдай енді бізге үйтіп білдірмей-ақ қойсын болып жатсақ. Ол да бір түрлі көрінеді маған енді. Құты соны жармасаң не ол не қыз екен, білмей қаласың. Айтпасақ айтады, жұртқа жария қып. Айтатын болса жайлап айтса да болады. Теспейді жаңа не еді? Өз үйдің қағазын берсе де біледі ғой. Бірақ сол қызық болып жатыр енді. Енді еліктегенде де жаман елікте бар. Одан да қазақша вариантын шығарса деймін да. Ананың ішіне кесте, ананың ішіне қамшы саппа, бір сандықтың ішіне. Ой, енді сол кішкене құлаққа қонатын еді. Жаңа шар не анау? Амансыздар, қалдарыңыз қалай, не қыватсыздар? Түнгі шай, шейінде бос жүрген. Аллай, ана бөлмеге барса бойсып аңқылдап сөйлегенге, мына жерге келсе бір құдірет бар я. Сөйлегенге осы ағымнан жарылғым деп, хо-хо-хо деп шыға. Әкел шайдан әкелші, не ағып отырмын бар, жық-жық. Әкел. Ой, ой, мынау не қызым ой, банкаға қойған анализ дейік, бұнан не шай? Анашым біресе кішкентай дейсіз. Ой, сен сәндеген біресе сірдеген деп, баяғыда апаларымыз деген келіндер не шай берсе соны ішіп отыр. Мыналар әйел алып кейін еғанда қандай кейін келді? Не берсе соны ішіп отыр. Жатсыш, жату керек. Ертең азанда дүйсенбі тұрамайсыңдар. Алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба сонда жүреді. Сен мына оларға үлгісің, үні қарындасының барына. Бар көштің басын бастап жатып қал. Артыңнан олар бар жатыр. Анашым, мені үлгі алмай қойсыншы. Мен итак делам деген басыма асып отыр. Мен математика, қазақ тілін бар жасайтын. Ойбай. Не қып отырсың енді нақты? Біршін шай ішейін деп отыр. Шайдан жүрген түннің ортасында не қылған шай? Бачат. Мен математикамен математиканы істеді, жат не қыл десің. Сен істейсің ба дейді ғой маған. Мен қақта істеймін оны. Бұлардың программасын мен тек түсінбеймін. Қайдағы бір программаң бар. Не айтайын деп отырмын. Мен дағы. Анашым, мен жет атан жаттадым енді. Жет апан айтыңызшы. Ойбай. Жет апа деген болшы ме бізде?
Білмеймін. Ол жеті ата деген бар қазақ. Жеті апа деген жоқ қой. Біз баяғы әйел деген қазақта тек жеті апа деген. Оны біреу сұрап отыр ма сенен? Өзіңіз Айши жаттайын деп отырсың ба? Айшин жаттайын деп едім. Ой, сен бергі апаларың болмаса ар жақтағы апаларыңды білмейміз ғой, кім екен. Шындығында да бұл жеті апа байғыз ұрпақты дүниеге әкелгеннен басқа айыбы жоқ, олардың аты жөнін жаттамаймыз. Жеті апалар қайда сонда? Ол қай елдің қызы екенін ең болмаса білмейміз ба? Қыпшақтың қызы еді, Найманның қызы еді. Одан ар жағы анау Албанның қызы еді, Дулаттың қызы еді, пәленше деген жеріп кетті деп, нағып жеті апаны біз кішкене құрметтемейді екенбіз,